Сәлем достар, бүгін мынадай қызықты есепті қарастырамыз. Бұл олимпиадада келген есеп. Квадрат берілген, квадраттың қабырғасын табуымыз керек. Квадраттың ішіне 12, 3, 9 см кесінділер жүргізілген. Осы кесінділерді бөлек сызып қарастырайық. Мына 9 см кесіндіге параллель кесінді түсірсек, және 3 см кесіндіге параллель кесінді түсірейік. Сонда тіктөртбұрыш пайда болды. Және мынадай кесінді жүргізсек, бізде тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Міне тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Бір катеті 12 мен 9 болсақ, бір катетін табуға болады ғой. Сонда 12-ге 9 болсақ, 21. Бір катеті 21, екінші катеті 3 болатын тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Енді біз гипотенузаны таба аламыз, мына жерде гипотенузасын. Оны Пифагор теоремасы бойынша табайық. Онда 21-дің түбірасына 21-дің квадраты плюс 3-тің квадраты болады, міне тең түбірасты 450-ді береді. 450-ді біз 2 көбейту 225 деп алсақ болады. Сонда 225-тен 15 шығады, ал түбірасты 2 сол күйі қалады. 15 түбірасты 2. Бұл тауып отырғанымыз осы квадраттың диагоналі болып шығады екен. Мына жаққа сіздерге сызып көрсетейін. Міне, жаңағыдай 9 см-ге параллель кесінді жүргіздік, және 3 см-ге параллель кесінді жүргіздік те, мына диагональды сызып алдық. Осы диагональды таптық. Сонда ол бізде 15 түбірасты 2 болды. Енді диагональ арқылы қабырғасын тапсақ болады, немесе тағы да Пифагор теоремасын пайдаланып қабырғасын тапсақ болады. Бірінші Пифагор арқылы тауып көрсетейін. Бұл кезде бізде мынау квадраттың диагоналі бізде гипотенуза болып тұр, және екі қабырғасы ол катеттер болып тұр. Сонда 15 түбірасты 2-ның квадраты тең x квадрат плюс x квадрат болады. Арғай шығаратын болсақ, 2x квадрат тең 15 түбірасты 2-ның квадраты. Сонда 2x квадрат тең 225 көбейтілген 2 болды. Енді мына 2 мен 2-ні қысқартып жібереміз. Сол кезде x квадрат тең 225 болды. Ол бізде плюс минус 15-ті береді. Минус 15 бізде шешім болмайды, сондықтан біз плюс 15 аламыз. Сонда квадраттың қабырғасы 15-ге тең болады екен. Ал диагональ арқылы табатын болсақ, ол бізде формуласы d тең x түбірасты 2-ні береді ғой. Осы жерден d бізде белгілі, 15 түбірасты 2-ні қоямыз, тең x түбірасты 2. Түбірасты 2 мен түбірасты 2 қысқарып кетеді де, x тең 15 қалады. Сонда квадраттың қабырғасы 15-ге тең болады екен.